Біз исламды тар көрсетіп жатырмыз да. Рас, бізде өте көп айып бар. Өйткені қара, бізге уағыз айт дейді ғой. Біз тек қана намаз оқыңдар, ораза ұстаңдар. Бізде болды исламдағы бар нәрсе намаз, ораза, зекет, қажылық. Осылай түсінеді адамдар. Өйткені біз солай жеткізіп жатырмыз да. Одан кейін де жаңағы кейбір жігіттер Алланың қалауымен намаз оқып кетеді да. Сөйтіп болды, уже біз тура жолға түстік деп ойлайды. А намаз оқи алмай жатқан адамдарды уже адасқандар деп түсінеді да. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейді: адам көркем мінезімен күндіз ораза ұстаушы, түнде намаз оқушылардың дәрежесіне жетіп алады дейді. Маңыздысы көркем мінез. Әдебі жоқтың діні жоқ деген. Қияметте таразыға ауыр келетін тағы да көркем мінез жігіттер. Қараңыз, менің айтқым келгені, намаз, ораза бұл парыз, ақылы бүтін адамдарға, бірақ ислам онымен шектелмейді. Қараңызшы, неге біз мына нәрселер көп қозғамаймыз? Алла үшін дос болу қандай? Біз неге осы жайлы сұрамаймыз? Достың алдындағы ақысы, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, 1 сағат мына дүниеде дос болғандар қияметте бірін-бірінен достың ақысы жайлы сұралады дейді. А біз достың ақысын білеміз бе? Бір күні сахабалармен отырып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, дұға қылып отырады да, бұрылып сахабаларға қарап айтады: арамызда туған туысқандармен қарым-қатынасын үзген адамдар бар, шығып кетсін дейді. 3 рет қайталайды. 3-шісінде айтады, біздің дұғамыз, ол адам шықпай, біздің дұғамыз көтерілмейді деп айтқан. Сонда бір жас жігіт әкесінің қарындасымен ұрысқанда шығып кетеді. Ауыртпашылығын қарасаңшы, не дейді? Бізден емес деп жатыр, туған туысқандармен қарым-қатынасын үзгендер. Көршілер, саған көршің куәлікке шығады дейді қияметте. Көршің сені жақсы десе, көршілерің, сен онда жақсы адамның қатарындасың. Реклама керек емес, мен, сен, ой деп. Егер көршісі жаман деп куәлікке шықса, бауыр емес, көршісі жаман деп куәлік берсе, ол адам жамандардың қатарына кетеді. Ата-анасының разылығын алмағандар жәннатқа кірмейді. Еркектер үйленіп алып мәз болып жүрміз ғой, әйел мұндай, әйел мұндай. Қияметте еркектер өзіне әйелінен үлкен жау таппайды дейді. Әйеліңнің ақысын бердің ба, киіндірдің ба, баспанамен қамтамасыз еттің ба, тамағын тауып бердің ба, ең бастысы діні үшін жауап бересің. Қараңыз, жауапкершілік қандай? Ол құр ұртық қалынған нәрсе емес ол. Аманат, қияметте жауап бересіз әйелің үшін. Ал әйелдер, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір түн күйеуінің разылығын алмай жатқан әйелге түнімен періштелер лағнет айтады. Күйеуінің разылығын алмаған әйел жәннатқа кірмейді. Өсіріп отқан ұл-қыздарымыз ше, біз айтамыз, ұл-қыз өсіріп жатырмын, Құдай қаласа өскеннен кейін рахатын көрейін. Біз барлық рахаттарды осы дүниеде көп көтуге әрекет қылып жатырмыз да. Ана ұл-қыздар сізге аманат. Талай адамдар ұл-қызға зар болып жүр ғой. Сізге берілген мына ұл-қыздар аманат. Ертең қияметте мына ұл-қыздарыңыздың діні үшін, мына өмірі үшін жауап бересіз. Мен айтқым келгені, бауырлар, ислам кең. Ислам сіздің бүкіл өміріңіз. Бұл тек қана мешіттің іші ғана емес. Исламды кең қылып көрсетейік жігіттер. Және сіздер намаз оқып жүрсіздер ма? Енді сіздер тақия киіп, сақал қойып, намазда жүргеннен кейін жігіттер бір-ақ ауыз сөз, мен намазханмын деген сөз керек емес. Адамдар сізге қарап, міне намаз оқушылар қандай керемет деп исламға баға беретін болу керек.